өрескелділігі және де оны бұзу болып табылады. Қазіргі таңда буллингтің өте көптеген түрлері бар. Буллинг негізінде көптеген адамдар шоғырланған жерлерде қалыптасқан. Буллингті алатын болсақ, ол құқық бұзушылық және де өзге адамдарға қол көрсету болып табылады. Соның бірін алатын болсақ, ол психологиялық және физикалық тұрғыдан алғанда өте қауіпті. Қазіргі таңда буллингке көптеген жолдарды, амалдарды және де ойластырылған. Буллингке жол жоқ. Қазақстан Республикасының Конституциясының 17 бабының 1 тармағында адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды. 2 тармағы ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқа да қатыгездік немесе адамның қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге немесе жазалауға болмайды. Қазақстан Республикасының Конституциясының 34 бабында әркім Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың бостандықтары мен абыройын және қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті. Егер сені біреу үшін өмірде балағаттап дөрекілік көрсететін болса, бұл буллинг. Ал егер де әлеуметтік желіде балағаттап дөрекілік көрсететін болса, бұл кейбір буллинг. Сен буллингке ұшыраған болсаң, балалардың құқықтарын қорғау және психологиялық қолдау жөніндегі сенім номері